Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Кітап жазуды жалғастырып жатырмын. Өздеріңіз білетіндей, кітабым қолөнер шебері ұста Дәркембай Шоқпарұлы туралы. Дәркембай Шоқпарұлын қазақ халқы ұста қолөнер шебері ретінде білет, бірақ ол адамның сөз өнеріне, қазақ тіліне сіңіріп кеткен еңбегі зор. Соның ішінде жаңағы қолөнерге байланысты неше түрлі терминдарды энциклопедияларға енгізіп, қазақтың түсіндірме сөздіктеріне енгізіп кеткен. Ол кісінің қырларын туралы айтатын болсақ, ең алдымен ұста болған. Ұста қазақтарда киелі кәсіп болып саналған бұрынғы заманда. Ұстаның құрал жабдықтары, құрал саймандары, көрік, төс, балға сияқты құрал саймандар. Ұстахананы қазақтар кезінде қара дүкен деп атаған. Осыған байланысты Дәркембай Шоқпарұлының қара дүкен деген өлеңін сіздерге оқып берейін. Қазір. Қара дүкен. Айналдым қара дүкен қасиеттім, әрдайым алдыңа мен бас иетін. Атамнан қалған көрік төсті құрып, жасымнан ұсталықты кәсіп еттім. Балғаның төске тиген шыңылы мен, шыңдалып балғын денем шынығып ең. Бой ұрып бала кезден ұлы өнерге, атамнан өрнек сырын ұғынып ем. Тәу етіп төске ұрып маңдайларын, атам айтып кәріптік жағдайларын. Түрлі бүйім соқтырып ақ әжелер, таңғалып қалушы еді таңдайларын. Темір қағын төстегі жиып алып, шетіне орамалының түйіп алып, әр түрлі кеселге емдеп шайып суға, ішкізетін құманға құйып алып. Дүкеннің пірі Дәуіт пайғамбарым, атқарған көңілімен ойға алған. Қолдай көр, иә пірім деп сиынамын, қолымда сақадай саймандарым дейді. Енді осы өлеңді талдайтын болсақ, тәу етіп төске ұрып маңдайларын дейді. Жаңағы төске маңдайларын ұрып, киел санайтын ғой, ұстахананы, қара дүкенді. Бұрын әжелер жаңағы төсте қалып қалған темірдің үгінділерін, орысша айтқанда акалина дейді ғой, үгінділерін жаңағы құмғанға салып, сол кәдімгідей төсті жалайтын дейді бұрынғы заманда. Ауыздың ішінде стоматит, ауыз ойылғанда осы төстегі темірдің үгінділері ауызға жақса, сол ем ретінде қабылданған екен бұрын. Дүкеннің пірі Дәуіт пайғамбарым дегеніміз, ұсталардың пірі Дәуіт болған. Дәуіт пайғамбар еврейлер Інжілде де бар, Құранда да бар, Давид деп аталған. Не болмаса қазақша Дәуіт пайғамбар дейді. Қылғаның ұсташылық адал кәсіп, атаңның кәсібінен таптың нәсіп. Бұл жұмыс ер Дәуіттен қалған өрнек, илеген суық темір тіптей есіп дейді. Молда Мұса деген өткен күндер жазушы баспасынан шыққан 1987 жылы осындай өлең жолдары бар. Үстіңдегі ақ сауыт бұйырып соққан ер Дәуіт дейді. Қобыланды батыр жырында осындай өлең жолдары бар. Балғаң тиген ақ сауыт беркішіп соққан ақ Дәуіт дейді. Дәуіт пайғамбар ұсталардың пірі болған. Ұсталар жаңағы менің қолым емес, Дәуіттің қолы деп жұмысын бисмилля деп бастаған екен кезінде. Осы ұсталық өнері, ұсталарды кезінде қазақтар қара ұста, ақ ұста деп екіге бөлген екен. Қара ұста дегеніміз жаңағы қара темірмен, мыспен, жезбен жұмыс істейтін ұсталарды қара ұста деп атаған екен. Ал ақ ұста дегеніміз жаңағы зергерлік бұйымдар жасайтын зергер, алтын, күміс сияқты металдармен, асыл металдармен жұмыс істейтін ұсталарды ақ ұста, не болмаса зергер деп атаған екен. Зергер дегеніміз жаңағы парсының сөзі дейді. Жаңағы Дәркембай Шоқпарұлы туралы Тұманбай Молдағалиев, белгілі ақын Тұманбай Молдағалиев, ағаштан кесте тіккен хас шеберім, темірден арқан ескен алдиярым деп өлең арнаған екен кезінде. Өткен жолы біз сіздермен ата кәсіп деген өлеңді талдаған болатынбыз. Ендігі
тағы бір Дәркембай Шоқпарұлының өлеңін оқып берейін сіздерге. Қос қанат деген. Бұл жерде екі өнерді қатар алып жүрген ғой. Жаңағы ақындық өнер бар, одан кейін жаңағы ұсталық өнер бар. Соған байланысты қос қанат деген өлең шығарған. Сіздерге оқып берейін. Бабамнан қалған мұра төспен көрік, ұста әкемнің үлгісін өскем көріп, ұғынамын осыны мол байлық деп, басқа байлық мен үшін 5 теңгелік. Қысқашымен бабамның балғасы бар, үзілмейтін өнердің жалғасы бар. Әкем марқұм тұтынған әр аспапта, табым менен қолының таңбасы бар. Мал қалмады әкемнен, тал қалмады, мансұқ еттім өнерді жалғағанды. Ден қойдым қол өнерге атамұра, айтшы кім сол өнерге таңғалмады. Балғам менен қаламым қос қанатым, өлең өнер бәйгеге қосқан атым. Мен үшін осы екеуі болмай қалса, секілді мынау жалған бос қалатын. Сомдадым сөз асылын қаламым мен, аздаған Аллам берген талабым мен. Қос қанатым қаламым балғам барда, қалайша қол қусырып қаламын мен. Сол жаңағы ұсталық көнеден үзілмей келе жатқан киелі қасиетті кәсіп қой. Темірден түйін түйіп, темірден бұйым жасаған ісмерді темірші ұста деп атаған екен бұрын. Не болмаса дарқан деп. Дәркембай Шоқпарұлының есімінің өзі Дәркембай деген сөз, сол Дарқанбай деген сөзден шыққан. Дарқан деген жаңа парсы тілінен аударғанда ұста деген сөзді білдіреді екен. Кейіннен бұл сөздің мағынасы өзгеріп, қазір дарқан, жомарт, кеңпейіл адамды дарқан деп атайды екен. Ол жаңағы баяғыда 1993 жылы, 91 жылы Дәркембай Шоқпарұлы Алматы қаласында Гагарин көшесінің бойында тұңғыш этнографиялық музей ашқан кезде қазақ тілінің маманы, қазақ ұлттық ғылым академиясының академигі Әбдуәли Қайдар атамыз Дәркембай есімінің түп тамыры дарқан, яғни ұста сөзінен шыққан деп жаңағы қолөнер музейінің ашылу салтанатында айтқан еді. Сол есімде қалып қапты. Осы ұсталық өнерге байланысты тағы Дәркембай Шоқпарұлының темір мен көмір деген өлеңі бар, соны оқып берейін сіздерге. Кеудесін кере дем алып, тұрған көріктен жел алып, көмірді темір ғайбаттап, тұрғандай болды кек алып. Көмір деген немене, қап-қара өзі тым лас, жанаса кетсе денеңе, тазалық болар жым-жылас. Деді де темір мақтанды, болашағын ойламай, жарылуға шақ қалды, сөзіне терең бойламай дейді.